Қарағандылықтар қаланың түрлі аумақтарында жарықтың жоқтығына шағымдануда. Күннің қысқаруы мен айналаны тұмшалаған қараңғылық жағдайды одан сайын ушықтырып тұр. Аудандық әкімдікте мәселе талқылағанымен де тұрғындар бұл жағдайдың оңтайланатынына сенімсіз. Элементарно же, вы же это даже сделать не можете. Оны да жасай алмайсыздар. Біз айтпайынша барып қажетті жұмысты орындамайсыздар. Қызбекпе ауданының әкімдігінде көше жарығымен айналысатын мердігерлер жиналды. Бұған тұрғындардың кей көшелерде жарық мүлде жоқ немесе ұзақ уақытқа дейін жанбайтыны туралы түскен шағымдар себеп болды. Сонымен қатар мердігерлер тарапынан кері байланыста болмаған. Аудан әкімі компаниялардың жұмысын қатаң сынға алып, егер тұрғындар тарапынан шағымдар жалғаса берсе, келісімшарттарды бұзамыз деп ескертті. Әсіресе көпқабатты үй кіреберістер мен балалар мектептеріне апаратын жолдарда жарықтандыруға ерекше мән беруі тапсырылды. Әкімдік мәліметінше ауданға бар жоғы 15 электрігі бар, 2 ауысымда жұмыс істейтін және де 3 арнайы көтергіш техникасы бар жалғыз мердігер компания қызмет көрсетеді. Мы вам платим деньги. И вы обязаны выполнять эту работу. Біз сіздерге ақша төлейміз, сондықтан осы жұмысты орындауға міндеттісіздер. Сіздер өздеріңіз осы қалада тұрасыздар. Жүріп көптеген жарықсыз жерлер барын көресіздер. Біз сіздерге нұсқау бермейінше, әлеуметтік желілерде жарияланбаса, ештеңе істемейсіздер. Сіздерге бұдан әрі ескертіп өтінбеймін. Немесе мен төлеймін, сіздер жұмыс істейсіздер. Немесе қош айтысамыз.